Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өзім заказға қабылдап жүрген пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ал келесі видеода цифра тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда мені жоғалтып алмайсыз және де цифра тортымды ең алғашқы болып көретін боласыз. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып аламыз. Үккіштен сары майымызды өткіземіз. Ұнмен батырып отырып, сары майымызды өткізіп алатын боламыз. Сары майымызды қолданардан алдын морозильникте 2-3 сағатқа қатырып алған жақсы. Сол кезде теркадан жақсы өтетін болады. Сары майымызды толық өткізіп алдық. Қолмен алған кезде осылай бірігетіндей болуы қажет. Ендігі кезекте қаймағымызды қосамыз. Қаймақ менде өте қою қаймақ болды. Сіздер кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Жұмыртқаның тек сарысын қосамыз. Ағын бір бөлек ыдысқа алып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен қамыр елеп аламыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды пакетке салып, кем дегенде 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына жаңғақты блендермен майдалап, және де корица қостым. Корица қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Қантымызды өлшеп араластырып аламыз. Және де үстіне жұмыртқаның ағын салатын боламыз. Барлығын араластырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын. Ал ендігі кезекте қамырымызды алып, 1/4 бөлікке бөліп, жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Оқтаудың көмегімен ақырындап алып, формамызға орналастырамыз. Ал ендігі кезекте салмасын саламыз. Мен осындай формочканың көмегімен домалақ етіп, салмасын салып шықтым. Ал енді дәл солай екінші қамырымызды жайып алатын боламыз. Төртінші соңғы қамырымызды да дәл солай бетіне қойып, формасын келтіріп, жан-жағын біріктіретін боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын бір келкі етіп жағып шығамыз. Ал енді пышақтың көмегімен пахлаваның формасын келтіріп аламыз. Қатты баспай, осылай кесіп шығатын боламыз. Бетіне жаңғақты қойып шығамыз. Қызып тұрған пешке екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Пахлавамыз пісуіне 10 минут қалған кезде 1 ас қасық мед, 1 ас қасық суды екеуін араластырып аламыз. Және де бетіне осылай құйып шығатын боламыз. Қайтадан духовкаға 10 минутқа салып аламыз. Сонда дәмі өте дәмді және де сочный болып шығады. Мінекей пахлавамыз дайын. Басында осылай ісініп тұрады, бірақ толық суыған соң ғана кесуге кеңес беремін. Мінекей толық суыды. Дәмі деген керемет болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіз де осылай жасап, отбасыңызды дәмді тамақтармен қуантыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.